Сәлем қыздар, барлықтарыңызға. Бүгін расклатымыздың тақырыбы жалпы жігіт үндемей жүр, қазір хабарсыз кетті. Жалпы ол жігіт сіз жаққа қарай пайда болады ма, хабарласады ма, алдағы уақытта кездесулер болады ма, соны көретін боламыз. Бірінші жігіт пен сізді тауып алайық. Бұл расклад сіздіңкі болу үшін сіз жалпы өзіңізді және жігітіңізді ойлаңыз, екеулеріңіз араларыңыздағы кездесулерді ойлаңыз, жалпы соңғы кездесулеріңізді ойлаңыз. Сіз бұл жерде айтатын болсақ, знак зодиагаңыз бойынша Дева, Козерог немесе Овен болуыңыз да мүмкін. Бұл бірақ маңызды емес, бұл общий расклад еткені. Сіз жақсы анасыз, немесе ата-анаңыздың жақсы қызы деген сияқты. Жалпы сіз қамқорлық жасайсыз, жан жағыңыздағыларға, кішкене балаларды ма, әлде жан жануарларды ма тамақтандырасыз, оларға ухаживать етесіз. Сіздің материалдық жағдайыңыз жақсы десек те болады, қазір қиындықтар жоқ десек те болады. Жалпы сіз өте андай салмақты, сабырлы адамсыз десек те болады. Сіз жалпы өткеніңізден бір қиындық көрген сияқтысыз. Ол қазіргі алдағы уақытта қалай өрбитіні сіз үшін әлі белгісіз. Сізді жалпы алдыңғы уақытыңыз өзіңізге әлі белгісіз. Мутный десек те болады. Сіз өткеніңізге қарайлай бересіз. Өткеніңізде мүмкін сізді жылатқан болуы мүмкін, немесе сіз біреуді жылатқан болуыңыз мүмкін, ренжіткен болуыңыз мүмкін. Жалпы сіздің неңізге тура келсе, онда бұл расклад сіздікі. Жігіт айтатын болсақ, бұл жерде жігіт екі энергетикада келіп тұр. Бұл водолей болуы мүмкін, жаңағы айтқандай, стрелец болуы мүмкін, Козерог, Дева болуы мүмкін. Жалпы бұл ер адамның материалдық жағдайы жақсы, ол қазір семейный десек те болады. Бір жағынан қаталдау, ол врач болып жұмыс істеуі мүмкін, мұғалім болып жұмыс істеуі мүмкін, немесе қандай да бір нәрселерді мұғалім болмаса да жұмысында біреулерге бір нәрселерді үйретіп деген сияқты сондай нәрселер жасауы мүмкін. Бұл қазір жалпы махаббатты аңсайтын ер адам десек те болады. Кездесулерді жалпы ойлайды десек те болады. Енді екеулеріңіз араларыңызда не бар екен, соны көретін боламыз. Бұл жерде жігітте өткеніне қарайлай береді. Жалпы ол қазір не істейтінін білмейді. Ол жай ғана жаңағы жай қимылдап жатыр десек те болады. Алға қарай жылжуы. Жалпы алғанда ол өткен өміріндегі арақатынасына қатты байланған десек те болады. Ол семейный ер адам, жаңағыдай шығып тұрғандай. Ол әке, балалар бар болуы мүмкін, мүмкін сізден, мүмкін басқа біреуден. Енді тақырыбымызға көшейік басты. Жігітіңіз алдағы уақытта хабарласады ма? Соны көретін боламыз. Өткеніңіздегі ер адам, бұл сіз оның өткен өмірі болуыңыз мүмкін, жалпы алғанда. Өткен өмірінде бір-бірлеріңізге, өткен шақтарда бір-бірлеріңізді ренжіткен болуларыңыз мүмкін, жалпы арада көз жас дегенде болған болуы мүмкін. Ол қазір ақылмен әрекет етуді ойлап отыр. Жалпы алғанда сізді жақсы көреді, бірақ ол үшінші фактордың әсерінен бұл жалпы сізге келе алмай жатыр десек те болады.
балалары немесе басқа қалада бұл, немесе басқа әйелі деген сияқты. Бұл жерде жігіт өткен кездерін есіне алады, бірақ оның қазір іші алай-дүлей болып жатыр десек те болады. Ол тупиковый состояниеде, не істерін білмейді, сыртқы әлемді көргісі келмейді жалпы. Қазір айтып отырмын ғой, сізге қарай хабарласайын десе, үшінші фактор әсер етіп жатыр десек те болады. Жаңа айтқандай, басқа қалада немесе арада басқа адамдар бар. Ол өткен кездеріңізді еске алады жалпы. Жалпы жігіт қазіргі уақытта өте баяу қимылдап жатыр десек те болады. Ол бір қаржыларын бір жерге депозитке ма, немесе басқа семьясына ма, басқа балаларына ма беріп жатыр десек те болады. Ол қазір өте ашулы десек те болады, өткен өміріне байланысты. Өзіне ашулы ол. Жалпы сізге келеді, сыйлығымен, ұсынысымен келеді. Бірақ ол оны жасаудан жалпы шамалы қорқады десек те болады. Оған белгісіз әлі. Сіз оған қалай реакция бересіз? Ол сізге кездесуге ұсыныс жасаса, сізді отказ бере ма деп қорқуы мүмкін. Ол қазір ештеңе білмей тұр. Жалпы асығып жатқан жоқ, ойланып бәрін. Қазір ол барлық күшін, барлық ақшасын, барлық энергиясын өзінің семьясына жұмсап жатыр десек те болады. Жалпы жігіттің келетін ойы бар, бірақ сіз оған қандай реакция бересіз, оған белгісіз болып тұр. Ол жалпы алғанда бір жағынан әйелі болуы мүмкін, балалары бар. Бір жағынан сіз ол қазір екі таңдауды жасай алмай жатыр десек те болады, бірақ алдағы уақытта жасайтын болуы мүмкін. Жалпы алғанда ол сізге келеді, көлігімен келуі мүмкін, ақ немесе қара деген сияқты, немесе көк түстері бар, мысалы машинасының ішінде қандай да бір заттар көк деген сияқты. Өзінің машинасы болмаса да, жалпы сондай ақ, қара сияқты таксимен келуі мүмкін. Жалпы кездескен кезде. Оны айтатын болсақ, ол жалпы кездесуге активно келеді десек те болады, бірақ ол кейін өзінікі дұрыс емес екенін түсінуі де мүмкін. Оған қазір қиын болып жатқан айтуы да мүмкін, сізге қандай да бір өтірік болсын, жәндегі сылтауларын айтуы мүмкін. Анда болдым, мұнда болдым деген сияқты, уақыт болмады деген сияқты, жұмыс болды деген сияқты. Ол жалпы тағдырдан бір чудо күтіп отыр десек болады. Жалпы қыздар, кездесу болады, күтіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.